Selam dostlar, sizlerмен бірге Зидок арнасы. Бүгінгі видео бізде Асырындықтың 4-ші бөлімі, яғни соңғы сериясы болады. Сіздерге осы сериал ұнап жатырғанына сенімдімін. Арнама тіркеліп, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыз. Достар, біз сериалымызды басамыз. Және де достар, бұл өте көп минуттық болуы мүмкін. Себебі соңғы сериясы. Мен бір киім киіп барайын енді. Қандай киім кисем болады? Ну ладно, может быть, мен қазір сразу жұмысқа кірісіп, жұмыс іздеп, сосын мен сразу сол жұмысқа сразу орналасқаннан кейін сразу жұмыс істей беретін сияқтымын. Сондықтан осындай киім киіп ала салайын. Әдемі жүрекенше. Маған прям қатты ұнады. Терет кеттім. Давайте кеттім мен. Так. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге қандай көмек керек? Бір нәрсе сатып аласыз ба? Жоқ, мен жұмыс іздеп келдім. Бізге кассирші керек. Оны мен кассирші бола аламын. Жақсы, онда жұмысқа кірісе берсеңіз болады. Мен қазір белгілі бір жұмыстармен шығып бара жатырмын. Сен только мына жердегі тәттілерді сата бересің. Жақсы, оп-оңай екен ғой. Нарайт жолыңыздан қалмаңыз, бара беріңіз. Жақсы, онда мен кеттім. Я бара беріңіз. Ой, так, ой. Мұн жерде киім тұр, осы киімді киіп алайын. Так, болдым. Енді осы жерде тұра берейін. Қалайсың? Менде барлығы жақсы өзің. Сен жұмысқа тұрғансың ба? Қандай керемет. Және ана жұмысқа тұрдым. Калентерден шыбырып жатыр ғой. Дұрыс айтасың. Жарайды. Бір нәрсе алайын. Ала бер. Не алсам екен? Ми қатып жатыр. Ой, маған бір пирог алсай, алмамен ба или мынандай бар пирогтар. Жарайды. Маған алмамен пирог бер, сосын бір кофе мақыт бересің ғой. Қазір. Так, мынаны ал. Жігіттер, бай тұрасыздар ма? Так, бай тұрыңыздаршы. Ой. Так, ой, кешіріңіз. Так, міне, бұл сенің кофең. Ас болсын, рахмет көп. Біраздан кейін анам ақшасын төлеп кетеді. Жарайды, айтқаның ақ болсын. Жарайды, оны мен осы жерде тамағымды ішіп алайын. Әрине ішіп ал. Тамақтарын деген дәмді. Қане жеп көрейінші. Осы дәмханаға бекер келмеген сияқтымын. Болды. Енді мен осы жерден келіп ішіп жүремін обедімді. Қандай керемет. Осындай ауылда да ашылса ғой шіркін. Бірақ бұл қала ауылдың тамақтары сатады екен бұл жерде. Не керемет. Айналайын шырағым. Сенің атың кім? Менің атым Көркем болады. Мен осы жерге жаңадан жұмысшы болып, кассирші болып келдім. Қандай керемет. Сендер осы адамханада тек қана алдың тамақтарыңды сатады екенсіңдер,
Я солай не болып қалды. Осы сендер ауылдан да ашыңдаршы. Осындай дәмхана. Күшті дәмхана екен. Ауылымды сағынып кеттім ғой. Әрине ашамыз. Бірақ оны бастық біледі, шынымды айтсам. Мен жаңадан келгендіктен мен дұрыс біле бермеймін. Оны бастығыңмен сөйлесейін бе? Өзіңіз біліңіз, өз еркіңіз. Жарайды, бастығың қайда кетті? Бастығың жоқ сияқты ғой. Ой, бастық па? Бастық және ғана бір өзінің жұмыстарымен кетіп қалған болатын. Аулада отыр ғой. Ауласы несі? Және айтты ғой маған. Қалған жұмыстарымен барамын деді. Ой, ол сөйтіп өтірік соға береді. Мән берме. Просто саған әзілдескісі келген шығар. Дұрыс айтасыз, әзілдескісі келген шығар. Жарайды, сау болыңыз. Жарайды, айналайын шырағым. Кеттім. Ана бургерлердің дәмді екен. Кешкі асқа келемін осы дәмханаға. Кешке нешеден істейді? Кешке 6-ға дейін істейді. Қалған уақыттарда істемейді. Ой, кешкі 6-ға дейін ба? Мен сағат 7-де түсетін едім. Кешкі ас іше алмайтын сияқтымын ғой. Іше алмайсыз. Ой, жарайды ендеше. Мен кеттім. Жұмысыма барайын. Ферманың жұмыстары жетеді. Жұмыссызға сәттілік аға. Рахмет шырағым. Батқан соң. Кеш болып кетті. Сіздер тез іше аласыздар ма тамақтарыңызды? Просто қазір уже дәмхананы жабамыз. Жарайды, мен тез ішіп алайын да еме қайтайын. Дәмді екен шынымен тамақтарың. Бұқасы жоқ. Жарайды. Онда тез ішейін менде. Тұра отырмай. Менде. Жарайды, жігіттер кеттік, онда үйімізге тарайық. Дәмхана жабылады. Дұрыс айтасың. Кеттік. Сау болыңыздар. Келіп тұрыңыздар. Кеп тұрамыз. Күшті дәмхана екен. Ауылда да осындай дәмхана болса ғой. Қалаға келіп кетіп жүрмейміз. Конечно. Қырбым-ау. Және ғана, конечно, деп айтқан жігіт бар ғой, не болып қалды? Сол жігіт саған ғашық болып қалған сияқты. Кетші, бар не айтып кеттің? Ғашық болған есі. Мен өзім жұмыс әрең тапқандай жігітті не қылайын мен? Әлі мен жап-жаспын. Университетті бітірген жоқпын. Мүмкін саған ғашық болып қалған шығар. Кетші бар. Маған не үшін ғашық болады ол? Менің қазіріме қызығады. Мен трактористің қызымын ғой. Ой, трактористің қыздарына ешкім қарамайды деген мақал ереже жоқ қой. Кішкене ойлансай. Ой, жарайды. Кеттік ендеше, мынаны қоя салайын. Ендеше кеттік. Жабайық ма жүрді. Біз барған мейрамхананың тамақтары өте дәмді, ерекше ғой. Қарным тойып кетті жамандай. Маған да өте қатты ұнады шынымен де. Сол жұмысқа мен бастық болып кіріп аламын ау. Кіріп алыңыз. Бастық болсаңыз ерекше болатын сияқтысыз. Жарайды, ана қорауды басақ. Неге ашпай жатыр, жынды ма? Қыз, көркем, аш бол, біз келіп тұрмыз. Қызыма шуланбасаңшы. Мүмкін ол ұйықтап жатқан шығар. Ұйықтап жатамын осындай кештің уақытында. Уже сағат 7 болды. Ал бұл қыз болса әлі ұйықтап жатыр ма? Ужас. Анашың, мен бар ғой, ұйқым келіп тұр.
Құшып тұрған кезде, осындай кезде ашпайтшы, нервті оятып, той аша тез көркем миды шірітпей. Мүмкін ол қыз жоқ шығар. Тойлатын өзіміз кіре берейікші. Жүріңіз анашым. Сіз ұйықтай беріңіз, мен ұйықтай берем. Мүмкін үйді жиналған шығар. Бір айтшыр үйді тексерек, үйді жинап па, жоқ па. Я дұрыс айтасыз. Мә, анашым, мынау қыз үйді жинамай кетіп қалған ба? Иә, қызым солай сияқты. Той, анашым, бұл қызға біз бекерден бекер сендік ше. Той, не деген қыз маған айтқан секілді ғой, бүйтіп бізге. Мен жұмыс іздемей тұрып, мен осы жерді жинап кетемін деп. Иә, дұрыс айтасыз. Ал бұл қыз болса не істеп кетті? Үй жинамай кетіп қалды. Қазір өзі жинайды үйді. Мен жинамаймын. Себебі ол қыз ғой, үй жинамай кеткен. Дұрыс айтасың, қызым. Сен ұйықтай бер. Мен ұйықтамаймын. Жарай ма? Жарайды, анашым. Онда сізге қайырлы түн. Мен ұйықтай берейін. Рахмет, құлыншағым. Ұйықтай бер. Тағы да сіздің очкиіңіз ұрлап жүрмесін, жат адам сияқты. Олай енді істемейтін шығар. Ол өзінің қатесін түсінген шығар. Я, дұрыс айтасыз. Жарайды, қызым. Мен жақ барып ұйқы киімімді киіп алайын. Я, мен де. Жетем дегенше сағат 8:30 болған ба? Мә, не деген алыс еді. Мына ай көркем чемодан жинамаған ба? Не жинамаған? Жарайды. Ұйықтап қалды-ау деймін барлығы. Жарайды, мен де онда киімімді жинайын да, сосын ұйықтап алайын. Анашым, сіздер кеп қойғансыздар ма? Білмей қалыпты. Мен жұмыс іздеп, сол жұмысқа тұрып, жұмыс істеп келдім. Шаршап кеттім ше. Сіздер қалай тамақтандыңыздар? Жақсы деп айтып тұрсың ба? Жоқ, әрине. Қарасай мына үйде. Сен бағана не деп айттың бізге, а? Сен айттың ғой, жұмыс іздеуге барам. Бірақ жұмыс іздемей тұрып, үйді жинап бірақ кетемін деп едің ғой. Ал қара міне, біз келсе үй деген астаң-кестен шашылып жатыр. Бұны қалай түсінеміз? Кешіріңізші, анашым. Просто мен бағана ұмытып кетіппін. Жинаймын деп кешіріңізші. Өтініш. Кешіріңізші. Мен енді де істемедім ғой. Ұмытып кеттім. Құлағымнан шығып кетіпті. Сонда не? Әдейі істедім ба бұны барлығын? Жоқ. Той, мұнда не болып жатыр? Мә, нағыз келген ба? Үйді жинамай еще. Той, енді кешіріңіздерші мені. Кешіріңіздерші мені, пожалуйста. Пожалуйста, мені кешіріңдерші. Мен сіздерді жақсы көрем. Ал ай көркем, мен сені өз әпкемдей көрем, өтініш. Неге маған тексе бересіздер? Жарайды, мені де кешір. Мен саған қатал болдым. Дұрыс әпке де бола алмадым. Мен ойладым. Сені анам менен қарағанда жаман қатты жақсы көріп кетсен, ал мен третий лишний болып жүремін деп. Қызым, неге олай ойладың? Мен сені жақсы көрем ғой. Ай, бәрібір де сіз айтқан неге мен солай ойлап жүрдім және ішімде мұң болды. Бірақ оны білдірткім келмеді. Мә, әпкетай, мен сіздер тескен кезде мен неге тиісіп жүр, мен ойладым, неге маған өз қызындай көрмейді деп. Мен одан да менден кетіп қалайын ба деп ойладым. Қызым, мені де кешір. Мен сені ай көркемнен қарағанда мен сені жек көрдім. Мен сені
жақсы көрмедім, сені жұмсай бердім, саған да телефон алып бермедім. Кешір мені де, егер менің қателігім болса. Жоқ, мен сіздерді мен кешіремін. Сіздер жақсы адам екенсіздер. Мен ойлағанмын, сіздер маған күн бермейсіздер. Мен ертең кетіп қалайын, басқа үйге көшейін. Бұл кісілерден құтылайын деп ойлағам, ал мен сіздердің түрлеріңізге қарап жаным ашып кеттім. Мен сіздерді жақсы көрем. Мен сізді жақсы көрем, әпкетай. Сіз жақсы адам екенсіз, ал мен сізді жаман қыз деп ойлағанмын. Кешірдің бе сонда? Иә. Әрине кешірдім. Сіздер де өте керемет жақсы адам екенсіздер. Айналайын, кешіргеніңе Құдайға тәуба деймін. Қандай керемет қыз, мейірімді, қамқор, адал жан екенсің. Иә, шынымен де анашым дұрыс айтады. Екеуміз доспыз. Тіпті сіңлімдей көремін мен сені. Мен де. Сүрке түсіріп ол керек сендерді. Қане, телефоныңды қоя салшы сен. Қане құшақтап тұрыңдар, мен сендер сүрке түсіре баламын. Жарайды, пижамамен түсе берейік онда. Иә, қане бір-бірімізді құшақтап тұрайық. Иә, давайте. Ва, қызым, қандай әдемі болып түстіңдер. Маған өте қатты ұнады. Маған қане көрсетші бізге де. Қане көрсетші. Осы сериал ұнағына сенімдімін. Бұл бізде соңғы бөлім болатын жөнінде артынан тіркеліп лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетуді. Және бұл екі сестренкалар яғни әпкелі сіңлілер құрбыдай болып кетеді және бір сыныпта оқитын болады. Және де айырылмас дос болып өмір сүреді және бақытты ғұмыр кешеді. Ал достар, сау болыңыздар, арнама тіркеліп лайктарыңызды басып, подписканы басып ұмытпаңыздар. Достар, сау болыңыздар.